Үйіңде ақшаны кім ұстайды деген сұрақ көп келеді екен. Үйде ақшаны өткен Ленезов айтқандай негізі ортақ. Тапқан табысымызды біз ортаға алып келеміз. Жеке-жеке шығындарымызды бөлек жұмсаймыз. Одан кейін енді негізгі үйдегі ортақ жиналатын ақша менің атымда. Менің атыма жинайды. Баламыздың пособиясы да бәрі менің атыма түседі. Үйде тамақты кім жасайды? Негізінде үйде тамақты жолдасым жасайды. Себебі менің қолымнан бәрі келетін пысық қыз сияқты көрінгеніммен мен тамақ жасай алмаймын. Біреуге күлкілі естілетін шығар, мен қазақтың тамағын да жасай алмаймын, кәрістің тамағын да жасай алмаймын. Ең алғаш үйленген жылдары есімде бір-екі рет тамақ жасап берген едім, жолдасым өзім жасай берейінші деді. Содан кейін өзі жасайтын болған, бірақ мен міндетті түрде қасында көмектесіп отырамын. Ата-енеміздің үйіне келсек, ата-енеміз, енеміз осылай тапсырыс беріп алып қоя салады. Мейрам кездерде үйге қонақ келетін кезде барлығын тапсырыспен аламыз, не сырттан жей саламыз. Үйдің тірлігін барлығын машинкалар жасайды деймін. Барлығын автоматтар жасайды. Үйдің тірлігінің бәріне де жолдасым көмектеседі. Өйткені екеуміз де жұмыс жасаймыз. Ал бірақ жолдасымның жақсысы думанды спортпен айналыстыру, думанның үй тапсырмасына қарау, сабағын қадағалау. Оны жолдасым жасайды. Жолдасымның жасамайтын, менің жасайтын үйдегі тек қана бір тірлік бар. Ол әжетхананы тазалап тұрып жинау. Мен жолдасым менен қорыққаннан өмір сүрмейді, мен сыйлағаннан өмір сүреді. Солай ғой, иә? Иә. Сау болыңыздар.